Өте дәмді корейский чикенді бірге дайындайық. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын астына жаза кетем, соның барлығын дайындап алыңыз. Тауықтың аяғын аламыз да қажет емес бөлігін кесіп алып тастаймыз. Шанышқының көмегімен жақсылап тесіп шығамыз. Жақсылап салқын сумен жуып аламыз. Енді үстіне тұз және де мен осы Золотой слон фирмасының дәмдеушілерін қолданамын. Әртүрлі көкөністерге арналған дәмдеуші және де бұрыш, тауық етіне арналған сарымсақ, паприка барлығын қосып үстіне салқын су құйып батып тұратындай қойып қоямын. Холодильникте 5-6 сағатқа маринадта қалдырамын. Маринадта тұрған аяқтарды алып енді ұнға аунатамын бірінші. Оннан соң осындай Золотой слон фирмасының кептірілген наны бар, соған аунатамын. Дәл видеодағыдай барлығын жасап аламын. Және де қызып тұрған майға орташа отта қызартып екі бетінен де пісіріп аламыз. Золотой слон фирмасының дәмдеушілерінің өзінің айрықша бір дәмдері бар. Өте керемет, сіздің тамағыңыздың дәмін одан ары аша түседі. Алып қолданып көрсеңіздер болады. Енді өзіміз осылай дайын дүкеннен кисло-сладкий соус сатып аламыз. Жақсылап араластырамыз да тарелкаға қойып, Золотой слон фирмасының күнжутын бетіне себеміз. Дәл осылай ас болсын.